Есенгелдиева Айсұлу ханым салған екен өз құжаттарын. Бұл өтініші жеке басын куәландыратын құжаты. Енді мына жерде бізде жеке парақ болады, жеке парақ. Жеке парақ мына жерде бізде бар. Енді мына жерде бізде диплом қосымшасымен бірге жүктелу керек. Дипломның беті бар да, ал қосымшасы жоқ. Ал қосымшасы болмаса, диплом жарамсыз. Заң жүзінде 57-ші бұйрыққа сәйкес, егер бір құжат болмаса, отказ жасауға болады бұл кісіден. Және бізде психологиялық және наркологиялық диспансерде тұрмайды деп жай ғана қолмен жаза салған түп нұсқа анықтама жоқ. Анықтама жоқ. Біз бұл ұстазды қайдан білеміз? Мүмкін психологиялық ауытқулары бар шығар бұл мұғалімнің. Құжат дұрыс талапқа сай жүктелмеген сұралған құжаттар. Сол себептен бұл кісіден отказ жасаймыз. Осындай бас тарту көп болып жатыр ма? Мұғалімдер көп қателік жіберіп жатыр ма? Қателіктер бар, бірақ құжаттарын талапқа сай да жүктеп жатқан құжаттар бар. Ұстаздарымыз құжаттарын керемет жүктеген. Қазіргі 149-шы Достық мөлтек ауданынан ашылған мектептің комиссия төрайымы қылып мені ұсынып берілді. Жалпы комиссия құрамында кешегі жолда болғаным, бірақ ол кезде мүше едім. Бұл кезде қазіргі осы бүгінгі жарияланған конкурстарда төрайым ретінде өзіміздің осы жердегі жұмысын жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі күнде 7 мен 18 аралығында 149 жалпы жайлы мектебі бойынша 5 вакансия жарияланған, 5 бос орын. Ол 5 пәннен, бірінші қазақ тілден бір орын, орыс тілден бір орын, ағылшын тілінен бір орын, математика пәннен бір орын, бастауыш мұғалімдер үшін бір орын жарияланған болатын. Енді қазір біз қарап өздеріңіз көріп отқандай, комиссия құрамында әр қала бойынша мектептердің педагогтары, орынбасарлары, жалпы әдістемелік орталық, Шымкент қаласы білім басқармасы әдістемелік орталығынан да мамандар қатысып отыр. Сонымен қатар Достық мөлтек ауданына тұрғындары келіп отыр. Мен ешқандай ақша алу, бәле анау мынау деген әңгіме, өсек әңгіменің бәріне мен өзім сенбеймін. Өйткені мен таза 100% әділ өтіп жатқандығына көзім жетіп отыр. Бізде ешқандай пара беру, пара алу деген ондай мәселе болып жатқан жоқ. Жеңішіне жалғасу деген бұл әкімнің шығарған, осы заң шығарған әкім ба, жоқ жаңағы білім